Кеше ойда жоқта Вичатқа QR-сыз тіркелдім. Сенесіз бе? Ол қалай болды? В общем, айтып берейін. Баламның номерімен тіркеліп көрейінші дедім. Былай естідім да, что солай болады негізі деп ше. Бірақ сенбедім, сөйтіп балам соткасымен істеп көрейін деп ашсам, Вичатты жазып алдым приложениені, ары қарай никті, сотовый номер, пароль 3 рет солай қайталадым, бірақ парольді ұмытпаңыздар, пароль жазып алыңыздар обязательно, да, ол керек. Кейін парольсыз сіздер қайттан Вичатқа тіркеле алмай қаласыздар дұрыстап. Сөйтіп 3 рет қайталап жаздым, сөйтіп сразу маған код келді. Сіз Вичатқа тіркелдіңіз, мына кодты теріңіз деп ше. Сөйтіп мәссаған деп шок болып қалғансың ғой, реально болады екен істеуге. Енді бірақ маған может повезло, сіздер де істеп көріңіздер енді, просто өзім істеген нәрсемді айтып жатырмын да, реально. Мүмкін